29 хадис. Әйелдің мешітке баруы. Абдуллах бин Омардың, Алла оған разы болсын, айтуынша, Хазіреті пайғамбар, Алланың оған игілігімен сәлем болсын, былай деген: әйелдердің мешітке кіруіне тыйым салмаңдар, кедергі болмаңдар, бірақ олар үшін үйлері әлдеқайда артық. Хадиске түсініктеме. Намаз иман келтіргеннен кейінгі әрбір мұсылманның ең басты құлшылықтарының бірі. Осы құлшылықты 5 уақыт мешітте орындау еркектер үшін өте үлкен сауап. Әйелдерге де осы құлшылықты толық орындау міндеттелген. Бірақ олар үшін намазды үйлерінде оқу әлдеқайда артық. Әйелдердің мешітке бармауы жөнінде ғалымдар бір тұжырымға келе алмаған. Имам Науаи қартайған әйел үшін де үйінен артық жер жоқ деген. Абдуллах бин Масғуд әйел әурет болып саналады. Ол үйінде отырған уақытта Аллахқа жақын болады. Көшеге шығар болса, оның ізіне шайтан түседі деген. Хазіреті пайғамбар, Алланың оған игілігімен сәлем болсын, әйелдің бөлмесінде оқыған намазы үйінде оқыған намазынан, ал бөлмесінің бір бұрышында оқыған намазы бөлмесінде оқыған намаздан әлдеқайда артық деген. Ибн Омардың, Алла оған разы болсын, риуаят еткен хадисінен мынадай нәтиже шығаруға болады: әйелдің жамағатпен намаз оқуы үшін мешітке баруына тыйым салынбаған, бірақ бөлектен сақтану мақсатымен үйінде отыруы дұрыс көрсе, оның ең қайырлы ісі болып саналады. Өйткені Хазіреті пайғамбар, Алланың оған игілігімен сәлем болсын, әйелдің жеке оқыған намазы мешітте оқыған намазынан 25 есе артық деген. Әйел адам мешітке баруына тура келген кезде ол ұятты жерлерін жауып, хош иіс себуден сақтанғаны жөн. Хазіреті пайғамбар, Алланың оған игілігімен сәлем болсын, бұл тұрғыда әйел хош иіс сеуіп мешітке барса, ол иісін кетірмейінше намазы қабыл болмайды деген. Мешіт ішінде де олар үшін ең қайырлы орын ең арқадағы қатар. Бұл жайлы Хазіреті пайғамбар, Алланың оған игілігімен сәлем болсын, еркектер үшін ең қайырлы қатар алдыңғы, ең жаманы соңғы сап. Әйелдер үшін ең қайырлысы ең соңғы сап, ең жаманы әуелгі сап деген. 30 хадис. Әйелдің күйеуіне құрмет көрсетуі. Абу Хурайрадан, Алла оған разы болсын, риуаят етілген хадисте Хазіреті пайғамбар, Алланың оған игілігімен сәлем болсын, егер адамның адамға сәжде етуін әмір етер болсам, әйелдің күйеуіне сәжде етуіне әмір берер едім деген. Хадиске түсініктеме. Пенденің Аллахқа жақындайтын ең керемет сәті сәжде халінде. Ол маңдай мен мұрнын жерге тигізу арқылы орындалады. Сәжде делінгенде осы мағына көз алдымызда бейнеленеді. Періштелердің Хазіреті Адамға және Юсупке бауырларының сәжде етуіне мақсатын құрмет көрсету деп түсіну керек. Ислам діні мұндай әрекеттерді адамның адамға иілуі болғандықтан тыйым салған. Адамның адамға құрмет көрсету мақсатымен иілу сәлем ретінде болғандықтан оның ешқандай әбестігі жоқ. Аллахтан өзгесіне сәжде етуге Хазіреті пайғамбардың, Алланың оған игілігімен сәлем болсын, өзі де әмір бере алмайтынын жоғарыдағы хадисінен көруге болады. Егер рұқсат берілген жағдайда әйелдің күйеуіне сәжде етуіне әмір берер еді. Бұл хадистің айтылуындағы негізгі мақсат мына төмендегідей: ансарлардың біреуінің өте асау түйесі болады. Асаулығы соншалық жанына адам жұтпайды. Сондықтан оның иесі еш пайдасына жарата алмады. Қатты тазаланып, оны Хазіреті пайғамбарға, Алланың оған игілігімен сәлем болсын, айтты. Пайғамбар қасына бірнеше сахабаны ертіп, түйе жүрген жерге барды. Сахабалар: "О Аллахтың елшісі, оған жақындамаңыз, сізге зиянын тигізуі мүмкін." Хазіреті пайғамбар, Алланың оған игілігімен сәлем болсын, "Ол маған ештеңе істей алмайды, мені таниды" дейді. Түйенің қас жақындады, қолын түйенің басына апарып, басын сипады. Түйе басын жерге қойып, Хазіреті пайғамбарға, Алланың оған игілігімен сәлем болсын, құрмет көрсетті. Хазіреті пайғамбар, Алланың оған игілігімен сәлем болсын, мұғжиза ретінде түйемен сөйлесті. Түйе иесін су, шөп бермей аштан аш байлайтынын, онымен қоймен тынымсыз жұмыс істететіндігін айтып шағымданды. Түйенің пайғамбарға, Алланың оған игілігімен сәлем болсын, көрсеткен құрметіне таң қалған сахабалар былай деді: "О Аллахтың елшісі, ол жануар бола тұра сізге бас иіп сәжде етті. Біз адамбыз ғой, сізге сәжде етсек жараспай ма? Бізге саған сәжде етуге рұқсат бер." Сонда пайғамбар, Алланың оған игілігімен сәлем болсын, оларға қарап: "Адамның адамға сәжде етуін әмір етер болсам, әйелдің күйеуіне сәжде етуіне әмір берер едім" деп жауап берді. 31 хадис. Әйелді мейірімнен ұзақтататын амал. Абу Хурайрадан, Алла оған разы болсын, риуаят етілген хадисте Хазіреті пайғамбар,
Алланың оған игілігімен сәлем болсын, былай деген: ер әйелін төсекке шақырғанда келмесе, оның бұл әрекетіне күйеуі ренжіп жатып қалса, таң атқанға дейін періштелер ол әйелге лағнет айтады. Хадиске түсініктеме. Хадистегі төсекке шақыру сөзінен мақсат жыныстық қатынас жасау. Бұл хадистен үзірсіз әйелдің күйеуінің тілегіне қарсы шығуына болмайды деген үкім шығаруға болады. Хадистегі таң атқанша деген сөзден түн мезгілі екені аңғарылады. Ал негізінде күн болсын, түн болсын, қай кезде шақырса да баруға міндетті. Өйткені кей риуаятта келгенге дейін десе, енді біреуінде күйеу разы болғанға дейін деген. Хазіреті Абу Хурайра мына хадисті де риуаят еткен. Хазіреті пайғамбар, Алланың оған игілігімен сәлем болсын, Мусауифа мен Мұғалисаға лағнет айтқан. Мусауифа күйеуінің қалауын қабылдамаған әйел. Мұғалиса күйеуінің қалауын хайыз болмаса да хайызбын деп қабылдамаған әйел. Осы жайында Ибн Хузайма мен Ибн Хиббан Хазіреті пайғамбардан, Алланың оған игілігімен сәлем болсын, мынадай хадис риуаят еткен. 3 адамның намазы қабыл болмайды. Істеген жақсылықтары көкке ұшады. Олар мыналар: үйіне келмей жатып жүрген құл, сауықпаған мас және күйеуі разы болмаған әйел. Бұл хадистен періштелер күйеуіне құлақ салғандарға қайырлы дұға, ал қарсы келгендерге теріс дұға жасайтындығын аңғаруға болады. 32-ші хадис. Әйелге жұмақтың иісін сездірмейтін амал. Сәубәннің айтуынша, Хазіреті пайғамбар, Алланың оған игілігімен сәлем болсын, былай деп айтқан: қандай да бір әйел ешқандай себепсіз күйеуінен ажырасқысы келсе, оған жұмақтың иісі харам болады. Хадиске түсініктеме. Әйел адам жанұяның шырқын бұзбай, оның негізгі ұйытқысы болатын адам. Үй болғаннан кейін ыдыс-аяқ сылдырламай тұрмайды. Сондықтан келеңсіз жағдайлар мен түсініспеушілік болып жатса, сабыр сақтап, ұтымды шешім табуға тырысу керек. Болмашы нәрсеге бұрқан-талқан болып, ажырасудың жолын іздемеу қажет. Тек қана ислами орта құрай алмайтын жағдайда ғана ажырасуға болады. Оған өзгесін сылтауратып, басқа еркекке тұрмысқа шығу үлкен ағаттық. Бұл ең алдымен қастандық болса, екіншіден үлкен өкінішке соқтырады. Хазіреті пайғамбар, Алланың оған игілігімен сәлем болсын, бір хадисінде: үйленіңдер, бірақ ажыраспаңдар, өйткені ажырасқанда аспан дірілдейді деген. Мұсылман әйел тығырыққа тірелгенде ажырасуға бола ма, әлде болмай ма? Бұл жайлы ғалымдардан немесе үлкендерден ақыл кеңес сұрау керек. Алдамшы сезімнің шылауына ілініп, бұрыс шешім қабылдаудан сақтаған жөн. Ерлі-зайыптылардың біреуі ажырасуды қаламаса, сондай-ақ үлкен маңызды нәрсе болмаса, ажырасам деуші адам нағыз залымның өзі болады. Егер де екі жақта ажырасамыз десе, ондай жағдайда залымдықтан құтылады. Хазіреті пайғамбар, Алланың оған игілігімен сәлем болсын, Аллах тағаланың жек көретін адал нәрсесі ажырасу деген.